қоғамдық тұлға болатынымды білетінмін. Бұл пайғамбарлық сияқты. Бірақ менде әлі де көптеген тілектер, көптеген қорқыныштар бар деп мойындайды әнші. Мансабының басталуы 90-шы жылы әншінің 13 жасында байқаулардың бірінде оны продюсер байқады. Нәтижесінде әнші олармен келісімшартқа отырды. Бір жылдан кейін Шакираның алғашқы альбомы «Магия» шықты. Мансапты бастау үшін Шакира 90-шы жылдардың ортасында анасымен бірге Боготаға, содан кейін Майамиге көшті. Мен анамды Боготаға көшуге көндірдім. 95-ші жылы Шакира мектепті бітіріп Колумбия сериясында ойнады. Үшінші альбоммен жұмыс істей бастағаннан кейін Шакира музыкалық өндірістің қыр-сырын өзі анықтауға шешім қабылдады және Жалаң аяқ альбомын шығарды. Бірнеше композициялары хит болды. Рекордтық 3 миллион данадан астам таралыммен сатылды. 2 жылдан кейін 4-ші альбомы шықты. Жазба бірнеше рет платинаға айналды. Ал альбомдағы композициялар Латын Америкасындағы Billboard диаграммаларында көш бастады. Шакира үздік Латын Америкасы альбомы номинациясында өзінің алғашқы Грэмми марапатын ұтып алды. Бұл жазба оған ақш-та танымалдылыққа келді. 2001 жылы Шакира имиджін өзгертті. Брюнеткадан аққұбаға айналды. Бұл стиль оның келесі 20 жылдағы қолтаңбасын анықтады. 23 жылы әнші Billboard жылдың алғашқы испандық әйелі болды. Сол жылы оның туған жері Барранкиллада Шакираның құрметіне ескерткіш ашылды. Шакира фильмдегі алғашқы рөлін 95 жылы колумбиялық Оазис телехикаясында сомдады. 2009 жылы Шакираны Дурнушка сериясында эпизод ойнауға шақырды. 97 жылы Шакира бүкіл Колумбиядағы кедей балаларға арналған арнайы мектептері бар қайырымдылық қорын құрды. Қайырымдылық бұл менің өмірімнің үлкен бөлігі. Музыка сияқты мүмкін ол музыкадан да маңызды. Өйткені мен 60 жаста болғанда және әнші ретінде ешкімді қызықтырмайтын болсам, мен әлі де мектептерге барып, балаларға көмектесіп, олардың бақытты болып өскенін көре аламын, деді Шакира. Оның айтуынша ол бұл балалардан өзін көреді, отбасының басынан өткен қиын сәттерін еске алады. 2003 жылы Шакира ЮНИСЕФ балалар қорының ең жас елшісі болды және көптеген жылдар бойы ұйымды қолдады. 2017 жылы дүниежүзілік экономикалық форумда әншіге гуманитарлық қызметі үшін марапат табысталды. Шакираның жеке өміріне келсек, 97 жылы әнші Пуэрто-Рико актері Освальдо Рейеспен қарым-қатынаста болды. Ғашықтар өздерінің қарым-қатынастарын жұртшылықтан жасырды. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдарында роман туралы ақпарат тарады. 8 айдан кейін ерлі-зайыптылар айырылысып кетті. 2000 жылы Шакира Аргентинаның бұрынғы президентінің ұлы Фернандо де ла Руа Антониомен кездесті. Бір жылдан кейін қыз үйлену туралы ұсыныс алды. Бірақ бұл үйлену тойына жеткен жоқ. Аргентина